Ерте заманда бір патша өмір сүріпті. Патшаның қисапсыз байлығы болса да, үнемі қабағының астынан бір мұны бары байқалып тұрады екен. Сөйтсе, әлгі патшаның перзенті болмапты. Патша қапаланып, қайғырып жүргенде, бір күні жұбайы жыланның тіліне жерік екенін айтыпты. Осы сөзді қаншама рет Құдайдан жалынып сұраса да, ести алмаған ол жүрегі жарыла қуанып жар салыпты. Егер кімде-кім менің жарлығыма құлақ асып, жарымның жерігасы жыланның тілін әкеліп берсе, соған жалғыз қарындасымды қосып, өзіме күйеу бала етемін. Бір ескертетін жайт, ол Сахарадағы жыландар ордасының патшасы атақты Афита әбжіланның тілі болуы тиіс деп айтыпты. Үмітсіз сайтан демекші, байлық пен аса сұлу патша қарындасын алуға қызыққанда Сахараға жол тартыпты. Олардың ішінде сол шаһарда тұратын бір саудагердің Азу есімді баласы да бар екен. Азу о баста өмірге келгенде жыланның терісін жамыла туыпты. Өз терісінің пайдасын көрмекке, әрі сынамаққа ол да үмітпен жыландар ордасына аттаныпты. Азу жолда келе жатып әр жерде шашылған адам сүйектеріне көзі сүріне береді. Бұлар да мен сияқты үміткерлер шығар деп топшылаған ол, өзі тек терісінің арқасында ғана аман келе жатқанын түсінеді. Ақырында көп қиындық көріп, Сахараға да жетеді. Ордаға келген соң ол жыландармен тез араласып кетеді. Бірде жыландар патшасы тағамды өте жақсы даярлай алатын аспазшы керек екенін мәлімдейді. Сынға түскендердің арасынан Азу озып шығады. Ол қолынан келген өнерінің барлығын жұмсаған екен. Сөйтіп аз уақыт ішінде Азу Афита әбжіланын жақсы көрер жақынын айналады. Әңгімеге тарта жүріп, жыландар патшасының жаны қолындағы сақина екенін де біліп алады. Оны Афита масандау кезінде айтып қояды. Бір күні Азу тәтті тағам жасап, оған ұйықтататын дәрі қосады да Афита әбжіланға жегізеді. Ол қатты ұйқыға кеткен кезде сақинасын алып қақ бөледі. Содан соң тілін кесіп алып, түн қараңғылығымен тайып отырады. Бұл оқиғаны таң атқан соң бірақ білген жыландар оны әрі іздеп, бері іздеп таба алмай қалады. Азудың оңай құтылуының себебі, Сахарадан шыққан соң ол адам қалпына қайта ауысып алады. Еліне аман-есен оралған Азу патшаға жыланның тілін әкеп беріп, оның қарындасына үйленеді. Ал жерік асын жеген патша жары көңілі судай тасып, айы күні жетіп ұлды болады. Ұлан асыр той жасалады. Той десе қу бас домалайды демекші, бұл тойға баяғы Азуды іздеп жүрген жыландар да келіпті. Азуды есінен танып қалып, санын бір-ақ соғыпты. Ішіне кек түйіп, өз ордасына қайтыпты. Келген соң бұл жаңалықты басқаларға айтып беріпті. Мұны естіген жыландар ашуланып, адамзаттан кек алмаққа бекінеді. Улы тілі арқылы адам баласына зиян келтіріп, ұрпағын кеселге душар етпек болады. Афита әбжіланның жұбайы Флита әбжілан қатты ызаланып, оны өлтірмекке өзі аттанатынын мәлімдейді. Афита әбжілан дүние салған кезде ол қасында бола алмапты. Алысқа қонаққа кеткен екен. Бір араға біраз уақыт салып, Флита әбжілан патшалыққа келеді. Азуды іздеп жүріп, бір үйдің түндігінен сығалып қараса, бесіктегі жас баланы көреді. Бұл жаңа туған нәресте патшаның мұрагері еді. Ол бар ашуын осы баладан алмаққа бекінеді. Үйде жан жоқ кезді пайдаланып, түндіктен түседі. Баланың қасына енді жақында бергенде, есіктен бір әйел кіріп келеді. Жылан ысқалақтап қалады. Ал патша жарының абыржығаны сонша тілі күрменіп, «О, Құдайым, жалғыз сәбиімді ажалға қалай қиям? Оны босанарда жыланның тіліне жерік болып едім. Енді ажалы да сол жылан тілінен болмақ па? Жоқ, құтқара көр» деп жалбарыныпты. Сол сәтте қайдан есіне түскені белгісіз, ошақта тұрған сүтке қарай ұмтылады. Қазандағы сүтті жыланға көрсетіп тұрып, «О, әбжілан, менің жалғызыма қиянат жасама. Жүрегім сезеді, сен кек алмақшысың. Баламды саған бермей маса, мені шақ. Мен де анамын, ана сүтінен жаралғанмын. Балам да, басқа жан-жануарлар да ана сүтінен жаралған. Сен де біз сияқты ана сүтінен нәр алғансың. Тіршілік иесінің нәрі сүт. Ол қасиетті де қастерлі, оны жаратқан ием сыйға тартқан. Ақты жерге төкпеуі деуі сондықтан.
Ал мен сол сүтті сенің басыңа төгемін. Тек балам үшін, тек жалғызымның өмірі үшін ғана салтанаттаймын. О әбжылан, опасыз, сенің уын осы сүт арқылы құдіретінен айрылсын. О жаратушым, тілегімді қабыл ет, деп еңіреп тұрып сүтті жыланға шашып жібереді. Сол сәтте шынында да жылан бар құдіретінен айырылады. Сүттің қасиетті күші мен оның уы айбатынан, сиқырынан айырып тастайды. Жылан есеңгіреп тұрып есіктен шығып кетеді. Міне осыдан бастап барлық жылан атаулы сүтті көрсе, айбатынан айырылады екен. Олар үйге кіргенде басына ақ құйса, шытылып шығып кетеді. Оларға бұл қасиет сонау заманға өз аналарынан дарыса керек.